Аларыңыз насылдым. Сәлем сүйкімді көрермендерім, сұлу қыздар, әдемі, әп-әйбат менің жандарым. Сол 16 жастан бастап үлкен әпке, әпшелер, әдемі, сұлу келіншектер, жандарым. Сол сұрақтың патшасы: қашан күйеуге тиемін, кімге күйеуге тиемін, қашан өз жарымды жолықтырам деген сұраққа мен кішкене тоқталып ашық бір әңгіме айта кетейін. Кішкентай қызды мәпелеп махаббатта, әке-шешесінің қамқорлығында, әкесінің нағыз ер азамат ретінде көріп, анасын жаңағыдай алақанда ұстап, қыз бала да сөйтіп махаббатқа бөленіп өссе, онда ол керемет күйеуге тиеді. Онда да екі мәселе: анасы егер жарынан қорқып, үрейленіп, соның айтқанынан шықпай, аяқ киіміне шейін жалап сүйіп, басын аяқ сөйтіп шаң жуылпаса, онда оған қатыгез еркек жолығады, қыз баласына. Егер анасы: мен баймын, менің әке-шешем төркінім бай, бар жердің адамдары, сен кімсің, сен не әкелдің деп басқыншылықпен күйеуіне қараса, онда қыз әлсіз ер адам жолығады. Күйеуге тиеді, заңды, кәдімгідей, бірақ сондай екі типті. Егер сіз отбасыңызда анаңыздан, әкеңізден жылулық, махаббат, мейірім деген мүлдем көрмесеңіз, болмаса әке-шешеңіз болды деліп, бірақ ұрыс төбелес, айқай-шу, жек көрініш, ондай жандарым. Сол қандай жақсы ер азамат жолығады сізге? Бұл жерде психологқа, маған кезекке тұрастыр, салтан қашан қолын босайды, мені қарап берші деп. Вот сондай мәселе. Сондықтан жақсы күйеуге тигіңіз келсе, жігіттер жақсы келіншек алғыңыз келсе, екі ақ адаммен мәселені шешіп алыңыз. Ол сіздің анаңыз және ол сіздің әкеңіз. Ана ол өмір беруші, өмір сыйлаған адам, әке өмір сүруге күш сыйлаған адам. Екеуін мойындамай, екеуін кешірмей, қайынша бейнелерін айтам, екі адамға тағзым жасамай, екі адамның басын тағдырдың алдында сыйластық қарамай, сіз өз өміріңізде керекті жандарды, керекті жұмысты, керемет өмірді сүре алмайсыз. Сондықтан есте болсын.